Сәлеметсіңдер ме балалар? 71-ші сабақ көбейтудің үлестірімдік қасиетін есептеп шығаруға да қолданатын боласыңдар. Бірінші есепте бізде 3 есеп берілген. 3, ортада 4, 5 сандары, ал оның айналасында ондықтар берілген. Осының әрқайсысына көбейту алдарында тұрғандықтан біз жеке-жеке көбейтіп шығатын боламыз. Бірінші біз енді 4 санын 40 санынан 3 санын 40 санына көбейтетін боламыз. 40 көбейту 3, бұнда 3 пен 4-тің көбейтіндісі 12, 12-ге нөлді тіркейміз, 120. Келесі санымыз бізде 90 көбейту 3, 3 пен 9-ның көбейтіндісі 27, яғни 270. Келесі сан бізде 50, 50-ді 3-ке көбейтеміз, 150. Одан кейін бізде 80 саны, 80-ді 3-ке көбейтеміз, 240. Келесі 60, 60-ды 3-ке көбейтеміз, 180. Келесі бізде 70, 70-ді 3-ке көбейтеміз, 210. Енді біз мына екінші бағанда шығарамыз, тағы да осы сандарды енді 4-ке көбейтіп шығамыз. 4 16, 0-ді тіркейміз, 160. 90-ды көбейтеміз 4-ке, 360. 50-ді көбейтеміз 4-ке, 200. 80-ді 4-ке көбейтеміз, 320. 60-ді 4-ке көбейтеміз, 240. Соңғы сан бұнда 70-ді 4-ке көбейтеміз, біз 280. Енді осы ондықтарды тағы да 50-ге көбейтіп шығамыз. 5-ке деген. 5 тең болады 200. Бізде енді 90 саны. 90-ды көбейтеміз 5-ке, 450. 50-ді көбейтеміз 5-ке, 250. 80-ді 5-ке көбейтеміз, 400. 60-ды 5-ке көбейтеміз, 300. 70-ді 5-ке көбейтеміз, 350. Біз әрқайсысын көбейтіп шықтық. Енді екінші есепке алсамыз. Бұнда балалар екінші есепте ұзындығы А, ені В болатын тіктөртбұрыштардың периметрін әртүрлі тәсілмен тап дейді. Яғни бізге 5 түрлі тіктөртбұрыштың периметрін табу қажетпіз. Ол үшін біз формулаларды еске түсірейік. А, В деп отырмай, біз бірінші тәсілін еске түсіріп қояйық. Табатын В тең бұнда. Жақшашамыз 2 қабырғасын жақшашымен қосып алып, оны жақша сыртында 2-ке көбейтеміз. Яғни бұл бірінші формуламыз. Ал мынау екінші формула бізде П тең А-ны көбейтеміз 2-ге, қосамыз В мен 2-ның көбейтіндісіне. Енді бұл жерде үшінші тәсіл барлық қабырғаларын бір-біріне қосып шығу. Яғни А қосу В қосу А қосу В. Осылай енді периметрларын табамыз. Біз бірінші есептің периметрін табу үшін П тең жақшашамыз 4 пен 2-ның қосындысын көбейтеміз 2-ге. 4 пен 2-ның қосындысы 6, 6-ны 2-ге көбейтсек 12 сантиметр. Екінші әдіс бойынша 4-ті 2-ге көбейтеміз, оны қосамыз да 2-ні қайтадан 2-ге көбейтеміз.
Сонда периметр 12 сантиметр. Үшінші әдіс бойынша 4 қосу 2 қосу 4 қосу 2 тең болады 12 сантиметр. Осылай қалған есептердің барлығында осы әдіспен шығарып отырамыз. Балалар, жаңа бірінші есепті көрсеттім. Мына жерде әсін сіздерге алдын ала жазып көрсетіп қойдым. Бысында, яғни 5 пен 2-ның көбейтіндісі бұл жерде 14 сантиметр 3 тәсілмен, 6 мен 2-ның көбейтіндісі бұл жерде 16 сантиметр, яғни 3 тәсілмен бұны да көрсетіп қойдым. Енді бұл жерде бізде ВС деп алайын. Мына төртіншіні 10 мен 2 сантиметрдің көбейтіндісін периметрін табайық. Жақшаға аламын 10 қосу 2 көбейтемін 2-ге. 10 мен 2-ні қоссақ 12, 12-ні 2-ге көбейтсек 24 сантиметр. Екінші тәсілі бұның 10-ды 2-ге көбейтеміз, қосамыз, 2-ні 2-ге көбейтеміз. Сонда 24 сантиметр шығады. Тағы да үшінші тәсілі бар қабырғаларын қосамыз дедік. Қосу 10, қосу 2 тең болады. Бұнда 24 сантиметр. Мына жер дұрыстап жіберейін. Мына жерде де бізде 24 сантиметр. Енді бізде келесі есеп бар. Келесі бізде есеп 8 бен 2-ның периметрін табу. Енді ГС деп алайық. Периметрін табамыз. Біз бірінші формула бойынша 8 бен 2-ні жақшаға аламыз. 10-ды 2-ге көбейтеміз. Тең болады 20 сантиметр. Екінші тәсіл бойынша енді 8-ді 2-ге көбейтеміз, қосамыз. Ені 2 бұнда, 2-ні 2-ге көбейтеміз. Бұнда да 20 сантиметр. Енді үшінші тәсіл барлық қабырғаларын қосу. Қосу 2, қосу 8, қосу 2 тең болады 20 сантиметр. Балалар, сіздерге осы түсінікті деп ойлаймын. Енді келесі есепке көшейік. Бізде үшінші есепте 4 қайың сенбілік күні қаладағы әр мектептің ауласына 5 шырша және 4 қайың отырғызылды. Қаладағы 3 мектептің барлығына қанша ағаш отырғызылды? Ол үшін біз есептің шартын құрамыз. Есептің шартын құрамыз. Әр мектепке 5 шырша 4 қайың отырғызылды. Яғни 5 шырша 4 қайың деп жазамыз. 30 мектепке 30 мектепке қанша ағаш отырғызылды деп тұр. Енді шешуін жазамыз. Бізде бірінші әдіс бойынша әуелі 30-ды 5-ге көбейтеміз бірінші тәсілінде. Ол 150 шырша. Екінші амалымыз біздің 50-ді 50
30-ды көбейтеміз 4-ке, 120 қайың сонда бұл жерде. Қайың. Үшінші енді біздің амалымыз осы екеуін қосамыз. 150-ді қосамыз 120-ға тең болады 270. Жауабы сонда барлығы жауабы 200, енді қысқартып жаза берейін. 270 ағаш отырғызылды. Төртінші есепті қараймыз. Енді төртінші есепте гүл өсіруші 80 таушымылдықтың 240 раушангүлдің көшеті болды. Гүл өсіруші ол әр жәшікке 44-тен бөліп салды. Оған қанша жәшік қажет болды дейді. Бізде қысқартып жазайын балалар, міне таушымылдық бізде 80, көшет раушангүлі 240 көшет. Әр жәшікке 40-тен қажет болды. Қанша жәшік бізде? Шешуі 240 пен 80-ді қосамыз. Оны 40-қа бөлеміз. 240 пен 80-нің қосындысы 320. Ал есептің жауабы 320-ны 40-қа бөлсек 8 жәшік болады. Сонда жауабына 8 жәшік қажет болды. 8 жәшік қажет болды. Балалар, енді келесі есепке өтейік. Біздің 5-ші есебіміз. Енді 5-ші есепте балалар фигуралардың қабырғаларының ұзындығын өлшеп, олардың ауданы мен периметрін тап дейді. Біз енді өлшеп алдын ала дайындап қойдық. Бізде бірінші есеп А тең ұзындығы 4 см, Ф тең бізде 2 см. Біз енді табамыз периметрін, сосын ауданын табамыз. Енді біз ауданын табу үшін біз формуланы жазамыз. Шешуі ауданын табу үшін А мен бұны көбейтеміз. Мына жерде орынды экономдау үшін А мен бізде В 2 тең болады 8 сантиметр квадрат. Периметрді табу үшін периметрдің формуласын жазамыз. Периметрдің формуласын табу үшін біз енді бір ғана тәсілмен тауып кете береміз бұл жерде. 2 П тең жақша ішінде 4 пен 2-нің қосындысы көбейтеміз 2-ге. 4 пен 2-нің қосындысы 6, оны 2-ге көбейтсек 12 сантиметр. Екінші бізде бірінші формула фигурамыз, екінші фигурамыз.
Екінші есепте біз ені бізде 2 сантиметр, ұзындығы 3 сантиметр болды. Бұнда да А тең 3 сантиметр, В тең 2 сантиметр, П тең белгісіз, С тең белгісіз. Енді біз периметрді табу үшін 3 пен 2-ні жақшашына қосамыз, оны 2-ге көбейтеміз. 3 пен 2-нің қосындысы 5, 5-те 2-ге көбейтсек, бізде 10 сантиметр шығады периметріміз. Ал ауданды табу үшін 2 қабырғасын бір-біріне көбейтеміз. Яғни 3 пен 2-ні көбейтсек, бізде 6 сантиметр квадрат шығады. Енді үшінші есебіміз бізде шаршының барлық қабырғалары да бізде тең болады. 3 сантиметр. Табамыз периметрін, ауданын табамыз. Енді периметр табу үшін бізде шаршының периметрін табу үшін біздің формуламыз өзгереді. 4 қабырғасы да тең болғандықтан, оны барлық қабырғасына көбейтеміз. Ендеше бізде П тең 4-ті 3-ге көбейтеміз, тең болады 12 сантиметр периметрі. Ал С-ті табу үшін А мен А-ны көбейтеміз. С-ті табу үшін А мен А-ны көбейтеміз. Енді бізде А 3-ті өзіне көбейтеміз. 9 сантиметр квадрат шығады. Яғни, үшінші фигурамыз біздің шаршының барлық қабырғалары тең болғандықтан, бізде периметр табуда оның формуласы өзгеше. Осыны назарға ұстаңдар. Келесі біздің 6-шы есеп амалдардың орындалу ретін анықта және өрнектерді баған түрінде есепте дейді. Бізде бірінші есепте амалдардың бірінші жақшашы, онан кейін азайту амалы орындалады. Енді баған түрінде есептейтін болсақ, баған түрінде есептегенде бізде мына жер 446 мен 254-ті қосамыз. 700 шығады. 1000-нан 700-ді азайтамыз. Сонда бізде 300 шығады. Сонда біздің есебіміздің жауабы 300. Екінші есепте бізде 272 мен 326-ның қосындысын, одан 198-ді азайтамыз қосындысынан. 272, мынаны екінші есепте қойайық, мынаны бірінші есепте қойайық. 272 мен 326-ның қосындысын бізде 598 болады. 598 пен 198-дің айырмасы 400 болады екен. Сонда бұл есептің жауабы, қазір мен мына жерді дұрыстап шашайын. Бірінші есебіміз бізде 300 болды. Екінші есебіміз 400 болады. Үшінші есепті бағандаймыз. Үшінші есепте бізде 89 пен 71-дің қосындысы 160 болады. 160 болады.
700 пен 160-тың айырмасы 522. Балалар, мына жерде 160 пен 18-дің қосындысы бар. Бұнда бізде есеп 178 шығады. Енді осыдан барып 700-ден 178-ді азайтамыз, бізде 522 шығады. Төртінші есеп бізде орындалу реті бойынша жақша бірінші, одан кейін екінші бізде 652 мен 197-нің қосындысы. Қосамыз 849. 998-ден азайтамыз 849-ды. Сонда бізде 149 қалады. Бізде енді 5-ші есеп. 5-ші есеп бізде жақша ішінде 35 пен 65-дің бұған 98-дің қосындысы тұр. 35 пен 65-ді қосамыз 100 болады. 100-ге 98-ді қосамыз. Сонда 198 шығады. Енді ең соңында бізде 702-ден 198-ді азайтамыз. 405. Яғни мына жерде 504 шығады. 504. Ал біздің соңғы есебіміз 6-шы есеп. Мына жерге сыймай жатқасын мен жазбай кетіп отырдым бағанадан бері. 522. Бізде 4-ші есебіміз 149 шықты. 5-ші есебіміз 504 шықты. Қазір 6-шы есепті есептеп жібереміз. 908-ден азайтамыз 765-ді. Жауабы 341. 140 шықты. 143-пен 89-ді қосамыз. Бізде 208 шықты. Сонда 6-шы есептің жауабы 232. Балалар, бізге амалдардың орындалу ретін тап және оны баған түрінде орында деген болатын. 7-ші есепте бізде мүмкін болатын тәсілдердің бірімен есепте дейді. Балалар, енді бұл жерде 5 көбейту жақшашылған 20 мен 20 грамм қосу 80 грамм деп тұр. Енді бізге мүмкін болатын тәсілдермен бірімен есептеп көрсетеді. Енді мен бұл есепте 5-ті жазамын, көбейтемін. Жақша ішінде 20 мен 80 граммның қосындысы бұл жерде 100 грамм болады. 100 грамм. 5 пен 100 граммды көбейтетін болсақ, 500 грамм. Сіздерге мына жерге алдын ала есептерді жазып қойдым. 2 көбейту жақша ішінде 30 грамм мен 20 граммның қосындысы. Тәсілмен есептейтін, мүмкін болатын тәсілмен есептейтін болса, 2 көбейту жақша ішінде 50 грамм, сонда 100 грамм болады. 50 литр мен 10 литрдің қосындысы 60 литр, 60-ты 8-ге көбейтсек 480 литр. 7 килограмм мен 5 пен 4-дің жақша ішінде қосындысы 9, 7 мен 9-ды көбейтсек 63 килограмм. 7 метр мен 2 метрдің қосындысы 9 метр, 9-ды 30-ға көбейтсек 270 метр.
100 көбейту жақша ішінде 8 мм мен 1 мм қосындысы 9, яғни 900 мм болады. Жақша ішінде 40 см мен 10 см қосындысы 50 см, 50-ді 6-ға бөлсек 300 см. 8 метр мен жақша ішіндегі 40 пен 30-ның қосындысы 70, 8 мен 71-дің көбейтіндісі 560. Ең соңғысы 70 мм мен 30 мм-ның қосындысы 100, 100-ді 2 көбейтсек, бізде 200 мм. Енді бұған бізге кері есептер құрастыр деген осы сандарды қолданып, бұл есепте біз бұны әсі деп алайық. Кері есеп құрастыратын болсақ, алма шырыны деп алайық. 50 литрден апельсин шырыны бұл жерде 10 литрден 8 жәшікте қанша литр шырын бар деп алайық. Сонда шешуіне 50 литр қосамыз, 10 литр көбейтеміз. Жаңа тәсілдердің біріне бойынша шығарып жатырмыз. 60 литр көбейту 8 тең болады 480 литр шырын. Жауабы 8 жәшікте 480 литр шырын бар. Соңғы есепте бақпанның көшеті өсірілген қияр, гүл және түймедақ деген жазу бар 3 жәшігі болды. Ол қиярдың, гүлдің, түймедақтың тұқымдарын сол жәшіктерге отырғызды. Бірақ олардағы жазулар дұрыс емес болып шықты. Түймедақ деген жазу бар жәшіктен не өсіп шығуы мүмкін дейді. Ол жәшіктен гүл өсіп шығады. Өйткені түймедақ гүлдің атауы. Осымен балалар, біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта жүздескенше қош сау болыңыздар. Арнамызға тіркелуді ұмытпаңдар. Қоңыраушаны басып қойыңдар. Әрдайым жаңа сабақ көретін боласыңдар.